елестетіп көріңізші, сіз отбасыңыздың қасында оянасыз. Тек күннің соңына дейін әрқайсысынан айырыласыз. Бірнеше күннің ішінде жұмбақ вирус өркениетті жойып, қарапайым адамдарды қанішер жабайыларға айналдырады. Бір кішкентай қыздың індеттен аман қалуы қорқынышты арманның басы ғана. Оқиға шошып кеткен ананың екі баласымен қауіпсіз жер іздеп көше кезіп жүргенінен басталады. Кенет оған көлеңкеден жабайы аң шабуыл жасайды. Ол оларды қорғай алмай жатып, оны және оның кішкентай ұлын тістеп алады. Ең кенжесі Абигейл жақын маңдағы көліктің астына тез тығылып қалады. Бірнеше минуттан кейін вирус анасын жұқтырып, оны жабайға айналдырады. Содан кейін жабайы Абигейлдің көліктің астына тығылып жатқанын байқап, оған шабуыл жасау үшін алға қарай жүгіреді. Ол оған жетпей тұрып, көшеде оқтың жаңғырығы естіліп, тіршілік иесі жерге құлап түседі. Оқ атқан адам Кассиус есімді шайқаста шыңдалған адам. Бір секундты босқа өткізбей, ол Абигейлді ұстап алып, оны осы жерден алып кетеді. Енді оның отбасы көшіп кеткендіктен, Абигейлдің соңынан еруден басқа амалы жоқ. Олардың ешқайсысы бұл туралы әлі білмейді, бірақ бұл сәт олардың өмірін мәңгілікке өзгертеді. 10 жылдан кейін әлем адам танымастай дерлік болды. Қалалар қаңырап, бос қалды. Табиғат бәрін кері қайтара бастады. Бірнеше адам ғана тірі қалды. Олардың арасында Кассиус пен Абигейл де бар. 10 жыл бірге болғаннан кейін Абигейл тәжірибелі аман қалған адамға айналды. Кассиус оған аң аулауды, қару қолдануды және қиын уақытта сабырлы болуды үйретті. Өйткені бұл дүниеде дүрбелең жабайы жануарларға қарағанда тезірек өлтіреді. Бұл екеуі ешқашан бір жерде ұзақ тұрмайды. Олар үнемі қозғалады, тамақ іздейді, қауіптен аулақ болады және әр түнде дерлік жаңа лагерь құрады. Кассиус сонымен қатар бір қарапайым ережені ұстанады. Егер басқа амал жоқ болса, ешқашан жабайылармен соғыспаңыз, өйткені бір рет ату ондаған басқа адамдарға әкелуі мүмкін. Басқа шөлді аймақты аралап жүргенде, олар кенеттен жақын жерде айқай-шу естиді. Кассиус шабуылға асығудың орнына не болып жатқанын алыстан бақылап отырады. Бір топ қарулы аман қалғандар бір-бірімен айтысып жатыр. Ешкім не болып жатқанын түсінбей тұрып, жасырынған Феррел олардың біріне шабуыл жасайды. Абигейл тез нысанаға алып, оқ жаудырады. Оның бірінші атысы тіршілік иесіне тиіп кетпейді және кездейсоқ жараланған тірі қалған адамға тиеді. Екінші оқ жабайы адамды өлтіреді. Бұл адам әлі тірі, бірақ оны құтқару мүмкін емес. Үміт жоқ екенін білген Кассиус азапты бір оқпен тоқтатады. Екеуі бірге керек жарақ жинап, кетуге дайындалып жатыр. Бірақ олар үлгермей жатып, кенет бірнеше қатты модификацияланған көліктер келеді. Өлген адам жалғыз емес еді. Ол үлкенірек колоннаның бір бөлігі болды. Жаңа келгендер дереу мылтықтарын Кассиус пен Абигейлге бағыттайды. Олардың көзқарасы бойынша жағдай айқын көрінеді. Бір өлген жолдасының үстінде екі бейтаныс адам тұр. Олардың арасында Дэвид пен оның жүкті әйелі Меган бар. Басқалардан айырмашылығы, олар барлығын тыныштандыруға тырысады. Ол қолын көтеріп, барлығын тоқтатуды сұрайды. Сонымен бірге Кассиус мылтықты басқа адамнан өте оңай тартып алады. Тірі қалған жылдар екеуін де өлімші жауынгерге айналдырды. Бірақ ешкім шын мәнінде не болғанын түсіндіре алмай тұрып, орманда қатты айқай естіледі. Содан кейін тағы бір, содан кейін ондаған, одан да көп. Алғашқы кадрлар Кассиус қорқатын нәрсені үлкен орданы тартты. Бірнеше секундтан кейін олар жан-жақтан шабуылға шықты. Тірі қалған бірнеше адам бірден өлтірілді. Қалғандары шарасыздықпен атуды жалғастыруда, бірақ әрбір оқ одан да көп жабайы аңдарды тартады. Кассиус Абигейлді жақын маңдағы көлікке бара жатқанда қорғайды. Дэвид Меганның қасында қалып, оған жабайы аңдарды жібермейді. Абигейл Меганға көлік арбасына отыруға көмектеседі. Кассиус оның артынан секіреді. Дэвид жабайы аңдардың қоршауында қалғандықтан ішке әрең кіреді. Қозғалтқыш іске қосылып, олар артына қарамай кетіп қалады. Ордадан қашқаннан кейін олар ақыры жағдайдың қаншалықты нашар екенін түсінеді. Шайқасқа үлкен колонна кірді, бірақ тек 4 адам тірі шықты. Кассиус, Абигейл, Дэвид және Меган. Бірнеше минуттан кейін көлік кенет баяулап, толығымен тоқтап қалды. Дэвид қозғалтқышты іске қосуға тырысады, бірақ ештеңе болмайды. Кассиус капоттың астындағы қозғалтқышты тексеріп жатыр. Оны жөндеу мүмкін емес. Басқа амалы қалмай, олар көтере алатын барлық керек жарақтарды жинап, жаяу жүре береді. Бірнеше сағат жаяу жүргеннен кейін олар ескі бетон ғимаратты тауып алып, сонда түнеуді ұйғарады. Ешкімді ішке кіргізбес бұрын Кассиус ғимаратта ешкім жоқ екеніне көз жеткізу үшін әр бөлмені мұқият тексереді. Түн түскенде барлығының сөйлесуге мүмкіндігі болады. Дэвид, Меган екеуі теңізде салынған колонияны, аман қалғандардың қорғалған колониясын іздеп жатқанын айтады. Кассиус сенімді емес және оны өз көзімен көргенде сенетінін айтады. Бірақ Дэвид әлі де колонияның бар екеніне сенеді. Абигейл бұрыштан ақырын тыңдайды. Жүрегінде ол Дэвидтің дұрыс айтқанын қатты қалайды. Сол түні бәрі ұйықтап жатқанда
Кассиус үнсіз сыртқа шығады. Ол демалудың орнына бүкіл ғимаратқа қолдан жасалған жарылғыш тұзақтарды орнатады. Көп жылдық тәжірибесі оған тыныш түн ешқашан ұзақ уақыт бойы тыныш болмайтынын үйретті. Келесі күні таңертең Абигейл не болып жатқанын көру үшін төбеге шығады. Ол бұтадағы қозғалысты байқамайынша бәрі тыныш болып көрінеді. Бірнеше секундтан кейін ол жерден күзен шығады. Абигейл сабыр сақтайды. Оның жақындағанын күтіп, оны дәл бір оқпен өлтіріңіз. Бірақ ату тағы бір қиындық тудырады. Шуды одан да көп жабайы аңдар естиді. Бірнеше секундтан кейін олар ғимаратты қоршай бастайды. Олардың бірі Кассиустың тұзағына түседі. Жарылыс бірнеше тіршілік иелерін жойып жібереді. Бірақ үлкен жарылыс орманда жаңғырық береді. Енді маңайдағы әрбір жабайы аң өзінің қайда екенін біледі. Топ негізгі орда жақындағанға дейін апаттық шығу арқылы тез қашып кетеді. Біраз қашықтыққа шегінгеннен кейін бәрі шындықты түсінеді. Жаяу саяхаттау Меган үшін тым қауіпті болып қалады. Оларға колонияға жетудің басқа жолы қажет. Дәл осы сәтте Абигейл балалық шағындағы кейбір нәрселерді есіне алады. Ауру басталғанға дейін оның әкесі жақын жерде жеке аэродромға ие болған. Энди, егер ол әлі де сонда болса, ұшақ сонда күтіп тұрған болуы мүмкін. Әлем құлағанға дейін Дэвид аэронавигациялық инженер болып жұмыс істеген. Егер олар ұшақты тауып алса, ол оны қайтадан ұша алатынына сенеді. Кассиус бұған толық сенімді емес. Аэродромға апаратын жол қалың орман арқылы өтеді. Бірақ Дэвид тәуекелге тұрарлық деп санайды. Кассиус оларға біраз қарап тұрды. Сосын басын изеп, әрі қарай жалғастыруға рұқсат берді. Саяхатын жалғастыра бергенде, олар қараусыз қалған көлікті тауып алады да, ішінен қолмен басқарылатын мүгедектер арбасын табады. Меганның жүктілігі күннен күнге қиындап бара жатқандықтан, бұл оларға қажет нәрсе болды. Бірнеше сағаттан кейін олар ақыры Абигейл отбасының аэродромына жетті. Олардың толқулары бірден жоғалып кетті. Негізгі ангарлар толығымен бос. Абигейл бұл құпияны есіне түсірмейінше, бұл тағы бір тығырыққа тірелгендей болады. Оның әкесі аэродромның астына жерасты апаттық бүнкерін салған. Олар ауыр болат есікті тауып алып, оны бұзып кірген. Олар жер астына түсіп, ақыры сәттілік оларды алдады. Көп жылдық шаң қабатының астында мүлде бүтін жеке ұшақ жатыр. Дэвид дереу ұшақты тексеріп, оны жөндеуге кіріседі. Бірнеше сағат жұмыс істегеннен кейін ол қозғалтқышты іске қосады. Алайда Дэвид барлығына бұл уақытша шешім екенін ескертеді. Дэвид жұмысын аяқтап жатқанда, Абигейл жақын маңдағы кеңселерді тінтіп, үстелден әкесінің ескі суретін тауып алады. Ол оған бір сәт жайбарақат қарап, қалтасына салып, кетіп қалады. Сыртта орманда бір түрлі гүрілдеген дыбыс естіледі. Кассиус ағаштарға қарап тұр. Ол қазірдің өзінде жабайылардың аэродром тапқанын біледі. Кассиус барлығына ұшаққа отыруды бұйырады. Дэвид кабинаға қайта оралуға асығады. Осы кезде орманнан ондаған жабайы аңдар ұшып қону жолағымен жүгіріп шығады. Дэвид тұтану кілтін бұрады. Ештеңе болып жатқан жоқ. Ол тағы да тырысады. Әлі ештеңе болмай жатыр. Тіршілік иелері фюзелажға соғылған сайын, секунд сайын жақындай түседі. Олар уақытында үлгере алмайтындай көрінген сәтте қозғалтқыш ақыры өмірге келеді. Дэвид қозғалтқыштарын барынша пайдаланады. Ұшу-қону жолағында жарысады. Ал ұшақ ақыры аспанға көтеріледі. Рельеф ұзаққа созылмайды. Кабинада кенеттен ескерту шамдары жанып, бір қозғалтқыш қатты түтіндей бастайды. Ұшақ қатты дірілдеп тұр. Дэвид қолынан келгеннің бәрін істеп жатыр. Бірақ уақытша жөндеу жұмыстары сәтсіз аяқталды. Содан кейін қозғалтқыш толығымен тоқтап қалады және ұшақ тез биіктігін жоғалтады. Ұшақ орман жамылғысына соғылып, ақыры тоқтаған кезде барлығы соқтығысуға дайындалып жатыр. Аман қалғандар бірінен соң бірі үйінділерден шығып кетеді. Олар тірі, бірақ ұшақты құтқару мүмкін емес. Бірнеше сағат жаяу жүргеннен кейін олар ескі темір жол вокзалына жетіп, күзетшінің үйін тауып, түнеуді шешеді. Апаттан шаршаған олар ақыры демалуға мүмкіндік алады. Сол түні Дэвид үнсіз көшеге жалғыз шығады. Ол мылтықты алып, өз өмірін қиюға дайын тұрған кезде оны өзіне бағыттайды. Бірақ соңғы секундта ол Меганға артына қарап мылтықты түсіреді. Сол кезде шындық ашылады. Алдыңғы ормандағы арбамен қашу кезінде Дэвидтің аяғын тістеп алған. Содан бері ол оны жасырып жүр. Бірақ инфекция баяу таралуда. Саяхат келесі күні таңертең жалғасады. Олар серуендеп келе жатқанда, Кассиус Дэвидтің аяқ киімінің қанға малынғанын байқайды. Ол оны ақырын шетке, бұтаға апарады. Сіз инфекцияны қанша уақыттан бері жұқтырдыңыз? Кассиус сізден бұл туралы сұрайды. Енді оны жасыра алмайтынын білген Дэвид шындықты мойындайды. Содан кейін ол соңғы бір жақсылықты сұрайды. Егер мен бұрылсам, мені атып таста. Кассиус үндемейді, бірақ олардың арасындағы құпияны сақтайды. Сол күні олар көлікпен қоршалған жалғыз ферма үйіне келеді. Абигейл есікті қағады. Оны бірнеше секундтан кейін қарт адам ашады. Оның есімі Нортон. Ол алғашында сақтық танытады. Бірақ Меганның жүкті екенін көргенде, ол оларға көмектесуге келіседі. Бір ғана ереже бар. Әркім өз қаруын кіреберістегі сандықта қалдыру керек. Ішінде топ толық тамақтанғанды ұнатады. Дегенмен, Нортонның жабайы жануарлар туралы оғаш әңгімелері барлығын ыңғайсыз сезінеді. Нортон бұл туралы шын жүректен таңданыспен айтады.
Өйткені вирус адам эволюциясының келесі қадамы болып табылады. Осы уақытта Дэвидтің инфекциясы асқынып кетті. Ол жуынатын бөлмеге кіріп, мойнындағы қара тамырлардың тез кеңейіп бара жатқанын көреді. Ол асханаға қайтып келгенде шошып қатып қалады. Кассиус, Абигейл және Меган ес-түссіз еденде жатыр. Нортон тамағына ұйықтататын дәрі салды. Нортон олардың үстінде тұрып, қолғапындағы дыбыс жиілігі құрылғысын іске қосады. Бұл Дэвидті қатты ауыртады. Өйткені оның денесіндегі вирус осы жиілікке жауап береді. Біраз уақыттан кейін топ Нортонның жертөле зертханасындағы орындықтарға байланып оянады. Нортон ақыры өзінің қараңғы шындығына ашады. Дэвид оның қонағы емес, ол Нортонның тамаша тәжірибесі. Нортон бұл инфекцияны емдеу үшін емес, оны түсіну және жабайы табиғатты бақылауды үйрену үшін жылдар бойы зерттеді. Меган қатты таңғалды. Дэвид шындықты мойындап, онымен тағы біраз уақыт өткізгісі келгендіктен ғана үндемегенін түсіндірді. Сол кезде Нортон күшейтілген бөлмені ашады. Ішінде оның жабайы әйелі тұр. Нортон құрылғысын қосады. Жабайы әйел оларға әп-сәтте шабуыл жасайды. Дэвид Меганды құтқару үшін бүкіл денесін осы тіршілік иесіне лақтырады. Инфекция өз денесіне таралса да, ол жалаң қолымен күресуді жалғастыруда. Бұл Кассиусқа нәжісін сындырып, өзін тығырықтан шығаруға жеткілікті уақыт береді. Үйді тінту кезінде Кассиус Нортонның жүк көлігінің кілтін тауып алады. Барлығы сыртқа жүгіріп шығып, жүк көлігін іске қосып, қашып кетеді. Бірнеше минут ішінде олар жақсы жұмыс істеген сияқты, бірақ содан кейін олардың артында үлкен тобыр пайда болады. Кенет үлкен құлаған ағаш жолды жауып тастады. Оны айналып өту мүмкін емес. Топ жаяу қашуға мәжбүр. Бірақ Дэвид оның ұзаққа созылмайтынын қазірдің өзінде біледі. Ол оларға онсыз жүгіруді бұйырады. Меган көз жасымен бас тартады. Бірақ Дэвид оған баласының әлі де болашағы бар екенін ақырын еске салады. Жүрегін сыздатқан қоштасудан кейін Кассиус Меганды алып кетеді. Дэвид жақындап келе жатқан ордаға бұрылады. Қолына қару алып, ол өзінің соңғы жекпе-жегін өткізіп, бірнеше жабайы аңдарды саны одан асып кетпес бұрын өлтіріп, қалғандарына қашуға жеткілікті уақыт береді. Жүрегі ауырған Кассиус, Абигейл және Меган ақыры жағалауға жеткенше орман арқылы жүре береді. Олар колонияны байқады. Колония бір-бірімен байланысқан жүк кемелері мен баржалардан тұрғызылған үлкен қалқымалы колония. Периметрлік күзетшілер оларды қуып келе жатқан жабайыларға дереу оқ жаудырып, тірі қалған 3 адамды құтқарды. Қалқымалы колонияның ішінде Меган жедел түрде медициналық орталыққа жеткізілді. Бірнеше шиеленісті сәттерден кейін бөлме ақыры балалардың жылауына толды. Бала аман-есен аман қалды. Өкінішке орай, Меганның жолы болмады. Ұзақ сапар оның денесін шегіне дейін тоздырды. Өлер алдында ол Кассиустан қызын Абигейлді қалай тәрбиелесе, солай тәрбиелеуін сұрайды. Кассиус уәде береді, ал Меган үнсіз көзін жұмады. Бірнеше күн өтіп, қалқымалы колониядағы өмір бірте-бірте қалыпты болып көріне бастайды. Абигейл палубаларды жөндеп жатқан және балаларды ойнап жүрген адамдарды көреді. Ол соңғы жылдары алғаш рет адамдардың қалай өмір сүретінін және жай ғана өмір сүрмейтінін көріп отыр. Бірақ сол жерде, жағалауда Нортон әлі де тірі және кек алу үшін шөлдейді. Зақымдалған құрылғысын пайдаланып, ол мыңдаған жабайы табиғатты колонияның айлақ көпірлеріне апарады. Орда жақындаған кезде елді мекеннің ішінде кенет дабыл қағылады. Күзетшілер кемелерге қарай асығып бара жатқан үлкен орданы байқайды. Командир барлық бейбіт тұрғындарға орданы жою үшін кеменің өзі жою айыптарын жарып жіберуді көздеп, төменгі апаттық қайықтар арқылы эвакуациялауды бұйырады. Кассиус пен Абигейл қаруларын алып, бейбіт тұрғындарды қорғап, қорғанысты сақтай отырып, тамаша үйлестірілген команда ретінде әрекет етеді. Хаос кезінде палубада кенеттен Нортон пайда болып, Кассиусқа шабуыл жасайды. Қатты күрестен кейін Нортон Кассиусты жерге құлатып үлгерді. Бірақ Кассиус Нортонның белбеуіндегі құрылғыны байқап қалады да, етігін дәл сол жерге соғып, оны толығымен сындырып тастайды. Бәрі әп-сәтте өзгеріп кетеді. Оларды басқаратын сигналсыз фералдар Нортонға қарай бұрылады. Олар Нортонды әп-сәтте жұлып алады. Соңғы бейбіт тұрғындар қашып үлгерді. Ал кемедегі жарылғыш заттар жарылып, негізгі корпустарды қиратып, үлкен жарылыс кезінде жүздеген жабайы жануарларды буға айналдырды. Кассиус бітті деп ойлап, жағаға шығып бара жатқанда, түтіннен үлкен альфа-ферал шығады. Ашулы гүрілмен ол тура оған қарай жүгіреді. Ол өз салмағымен күлді жерге шегелеп тастады. Құбыжық тамағын шайнауға дайындалып жатқанда, түтін сейіліп, Абигейл альфаны аэродромнан тауып алған фотосуреттегідей жыртылған күртешемен байқайды. Ол қорқынышты ойға батып кетті. Альфа, оның өз әкесі. Абигейл үзік дем алып, көзіне жас алып, нысанаға оқ жаудырады. Тіршілік иесі өліп қалады. Бірнеше жыл бұрын Кассиус көліктің астына тығылған кішкентай шошып кеткен қызды құтқарып қалған. Бүгін ол өз әкесіне опасыздық жасап,
оны өсірген адамды құтқарып жатыр. Тірі қалғандар алыстағы жасыл аралға қарай жүзіп бара жатқанда, үміт ақыры қол жетімді болып көрінеді. Бірақ бір тістеу бәрін өзгерткен әлемде бұл шынымен де жаңа бастама ма? Әлде бұл әдемі жаңа әлем кезекті қорқынышты арманның алдындағы тыныштық па? Қарағаныңызға рахмет. Келесі бейнеде кездескенше.